технология дамып, адамдарды түтінге емес, бу шығады деп алдап үйретті. Оны тек еркектер емес, әйелдердің басым бөлігі де шегеді. Жасөспірімдер де бұл өнімге қатты үйренді. Оны оқушылар құрамында қандай өнім зиян бар екенін білмейді. Оны шеккеннен кейін ол жасөспірімнің денсаулығына не болады? Оның құрамында никотин бар. Өнімді шығарушылардың мақсаты оның сатылуында, оның өтіп кетуінде. Оны қайдан алады? 21 жасқа толмаған жасөспірімдерге сатуға қатаң тыйым салынған, ал оны ұстанып жатқан ешкім де жоқ. Оқушылар, сіздерге айтарымыз, бұндай затқа зиян, электроник, темекі, кальян, басқа да темекі, наркотик деген заттарға мүлдем жоламауларыңызды сұраймыз.